أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи баракатух. Құрметті марафонымыздың қатысушылары, бүгін біз Алла тағаланың ең көркем есімдерінің бірі және бүкіл есімін өзіне қамтитын Алла есімі жайлы айтатын боламыз. Аллах деген кім? Алла деген кезде біздің есімізге кім түседі? Бірінші осы сұраққа жауап берсеңіздер өздеріңізге. Алла тағала өзін Хашр сүресінің соңғы 22, 23, 24 аяттарында таныстырады. Ол жерде Алла тағала айтады: Хуаллаху ләзи ла илаха иллаху дейді. Ол Алла сондай, одан басқа тәңір болмаған жалғыз Алла дейді. Яғни Алла деген сөз иләх сөзінен шыққан дейді кейбір ғалымдар. Иләх деген бұл табынуға, құлшылық етуге лайықты болған жаратушы. Құлшылық етуге лайықты болған нәрсе. Енді құлшылық етуге лайықты болу үшін қандай сипаттар болу керек? Осы туралы Алла тағала Хашр сүресінде айтады. Ең бірінші, құлшылық етуге лайықты болған затта, яғни біз енді Аллада қандай сипаттар болады? Хуаллаху ләзи ла илаха иллаху алимул ғойби ва шахада. Ең бірінші құлшылық етілуге лайықты болған нәрсе, ол ғайыпты да, жарияны да білуі тиіс екен. Алла тағала ол қандай деген кезде біз айтамыз, ол ғайыпты да, жарияны да білуші. Хуар-рахманур-рахим, ол сондай рахман, жаратылысқа, әрбір жаратылысқа рахымды, әрбір мүмін құлына ерекше мейірімді. Хуаллаху ләзи ла илаха иллаху, ол сондай, өзінен басқа тәңір болмаған жалғыз Алла. Ол қандай деген кезде? Хуал мәлику, ол патша. Хуал құддус, яғни хуал мәликул құддус, өзі сондай мінсіз әрі пәк болса, күллі ғаламды да сондай пәк, таза ұстаушы. Әл-муъмину, сондай күмән мен үрейден арылтып, жүректерге иман нұрын ұялатушы. Әл-мухаймину, күллі жаратылысты бақылауында ұстаушы. Әл-азиз, құлшылық етілуге лайықты болған зат, ол ұлылық пен үстемдік иесі болу керек. Әл-жаббар, күллі болмысты өзіне бойсындырушы, зұлымдықты жойып, әділдікті орнатушы. Әл-мутакаббир, сондай тәкаппар, яғни тәкаппар дегені тәкаппар болуға лайықты деген сөз. Себебі оның бойында бүкіл ұлылықтың деңгейі бар, яғни ұлылық иесі. Алла бүкіл мүшриктердің серік қосқан нәрсесінен мүлдем аулақ дейді. Яғни бүгінгі адамдардың құлшылық етіліп жатқан нәрсесінің бәрі жаратылған нәрсе екен. Сонымен қатар ол жаратылыс, яғни құлшылық етілетін нәрсе қандай болу керек дейтін болсақ, Алла тағала осы Хашр сүресінде айтады: Хуаллахул халиқ, ол жаратушы. Әл-бәри, жаратуда серіктес те болмайтын мінсіз жаратушы. Әл-мусауир, әрбір жаратылысқа өзіне сай келіскен келбет беруші. Ең көркем есімдер Алла тағаланікі дейді. Оған, ол Аллаға аспандағы мен жердің бәрі, жердегінің бәрі тәсбих айтады. Уәхуәл азизул хаким, ол сондай ұлылық пен үстемдік иесі және дана дейді. Осы жерде Алла тағаланың айтылған бұл толық көркем есімдері Алланың кім екендігін сипаттап береді екен. Соншалықты бұл Хашр сүресінің соңғы аяттарының Алла тағаланы
сипаттаудағы маңыздылығы үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады: кімде-кім таңертең 3 рет осы хашр сүресін айтатын болса, соңғы сүре аяттарын, яғни алла тағаланы танытатын аяттарды айтатын болса, алла тағала әлгі құлы үшін кешке дейін кешірім тілеп тұратын 70 000 періштені тағайындайды. Егер ол адам сол күні дүниеден озса, ол шейіт болып аттанады. Ал кім кешке оқитын болса осы аяттарды және сол аяттағы Алланың айтқан сипаттарына сеніп тұрып оқитын болса, шарты, ол таңға дейін не істейді дейді, оған 70 000 періште кешірім тілеп тұрады. Сонымен қатар ол таңға дейін қайтыс болса, ол шахид, яғни шейіт болып аттанады дейді. Қараңыздаршы, бұл аяттың ұлықтығы, бұл Құрандағы ұлы аяттардың бірі екен. Мысалы, аятул курсиді де қарайтын болсақ, Алла тағала ол жерде де өзін таныстырады. Баршамыз білетін аятул курси, әрбір намаздан кейін оқып жүрген аят, бұл Құранның ең ұлы аяты болып табылады. Неге? Ол жерде де осы Алла тағаланың Алла есімі толығымен мағынасы ашылады екен. Аллаху, Алла, ла илаха иллаху, одан басқа тәңір жоқ. Құлшылық етілуге лайықты тәңір жоқ. Себебі бүкіл Алладан басқа нәрсенің барлығы жаратылыс болып табылады. Әрбір нәрсенің жаратылысының жаратушысы болып табылады. Жаратушысы болады. Сол тек қана Алладан басқаны. Сондықтан Алла тағала не дейді? Ол хай, ол қайюм дейді. Ол мәңгі тірі, ол еш нәрсеге мұқтаж емес, бәрін өзі меңгеріп тұрушы дейді. Яғни кез келген біз бұл дүниедегі құлшылық етілуге лайықты болған нәрселерді қарайтын болсақ, біз ол жерден не нәрсені көреміз? Кез келген жаратылыс ол кемшілігі бар екен. Мысалы, бүгінгі адамдар күнге табынып жүр, онда біз күнге қарайық. Күннің өзінің кемшілігі бар. Ол түнде батады. Мысалы, жоқ болып кетеді, белгілі кезде. Мысалы, адамдар табынып жүрген әулиелерге қарайық. Олар мәңгі тірі емес. Мысалы, адамдар пір қылып ұстап жүрген бір байларға қарайық. Ол байлардың өзі өледі. Яғни кез келген мына дүние, мысалы, Буддаға табынып жүрген, ол жай бір тас. Христиандардың, мысалы, Иса пайғамбар деп табынып жүрген бәрі суреттер, былай қарап тұрсақ. Ал Алла, ол сондай біздің болашағымызды да білуші, өткенімізді де білуші, бізді жаратушы, бізді ризықтандырушы, ол біздің ішіміздегіні білуші, сыртымыздағыны білуші, ол бізді көруші, естуші, көрдіңіздер ме? Яғни Алланың осы Алла есімі бұл ең ұлы есімдері болып табылады екен. Есімі болып табылады екен. Неге? Себебі Алланың кейбір есімдерімен біз адамдарды сипаттасақ болады. Мысалы, Кәрим. Алла тағала Кәрим, жомарт десек, біз адамдарды осы есіммен сипаттай аламыз. Адамдардан да жомарт болу мүмкін. Бірақ Алла секілді Алла болу мүмкін емес. Болмайды да, болмағанда екен. Алла ол жалғыз құлшылыққа лайықты нәрсе екен. Сонда сіз қараңызшы, қандай Алланың құлысыз? Сіз кімнің құлы екеніңізді бір өзіңіз елестетіп көріңізші. Сіз сондай бүкіл әлемді жаратушы, сіздің ризығыңызды реттеуші, сіздің ата-анаңызды жаратушы, сізді көруші, сізге кескін келбет беруші, мәңгі тірі, сізге рахман, сізге рахим болған, бүкіл мына әлемнің иесі болған Алланың құлы екенсіз. Және ғалымдар айтады, ең күшті құл болу бұл Аллаға құл болу дейді. Өйткені қалған нәрсеге, кез келген нәрсеге құл болсаңыз, оның бәрі өткінші екен. Мысалы, ақшаның құлысыз ба? Ақшаның бәрі өткінші, қолдың кірі дейді қазақ. Мысалы, сіз бір адамның құлысыз ба? Ол адам мәңгі емес, ол адам өледі. Ол адамның кемшілігі бар. Мысалы, сіз бір затқа табынасыз ба? Ол зат сынады, немесе жоқ болып кетеді. Барлық Алладан басқа нәрсенің барлығы жоқ болушы, жойылушы, өткенін білмейтін, келешегін білмейтін кемшілігі бар нәрсе екен. Сонда егер де сіз осындай болмашы бір нәрсе емес, дәл осы Аллаға құл болып жүрген болсаңыз, онда сізді құттықтаймын. Себебі Аллаға құл бола білу
бұл адамның ең жаратылудағы үлкен мақсатының бірі екен. Сонымен қатар ойланып қарайтын болса, ғалымдар айтады, алла ол алла тағалаға ғана тән есім дейді. Басқа бір нәрсені біз алла деп атай алмаймыз дейді. Сонымен қатар алла қалған бүкіл есімдерін өзіне қамтиды дейді. Мысалына біз 99 есім бар деп айтамыз ғой, сол 98 есімнің барлығы ол аллаға сипат болады. Алла сөзіне, мысалы, алла қандай? Ол рахман, ол рахим. Алла деген кім? Ол мәлик. Мысалы, ол патша, ол қиямет күннің иесі. Алла деген кім? Ол шипа беруші, естуші, көруші. Көрдіңіздер ме? Бүкіл есімді қамтиды екен. Сондықтан да біз әрбір ісімізді бисмиллах деп бастаған кездің өзінде қараңыздар, біз Алланың атымен деп айтамыз, Алланың атымен тамақ жейміз, Алланың атымен оянамыз, Алланың атымен ұйықтаймыз, Алланың атымен жүреміз, Алланың атымен бір жұмысты істейміз, Алланың атымен су ішеміз, мысалы, бүкіл Алланың атымен дәрет аламыз, бүкіл ісімізде біз Алланың атын атайды екенбіз. Егер де біз Алла тағаланың бір есімін, 99 есімнің ішіне бір есімін алатын болсақ, ол есімі, мысалы, қараңыздар, егер біз байығымыз келсе, я Аллах әл-ғани деп айтамыз да. Я бай болған Аллам деп айтамыз. Көрдіңіздер ме? Яғни белгілі бір нәрсе керек болған кезде, белгілі бір нәрсеге мұқтаж болған кезде біз, мысалы, бізге шипа керек болса, я Аллах әш-шафи, я шипа беруші Алла деп Алланың шафи есімін қосып дұға етеді екенбіз. Ал енді Алла деген сонда біз я Алла деп жалбарынған кезде біз не істейді екенбіз? Бүкіл 99 есімін қамтып дұға етеді екенбіз да. Бүкіл 99 есімін қамтып дұға ету деген сөз, сіз Алланың әрбір нәрсесіне мұқтажсыз. Сіз шипа сұрауға мұқтажсыз, сіз тамаққа мұқтажсыз, сіз ризыққа мұқтажсыз, сіз байлыққа мұқтажсыз, сіз сабырға мұқтажсыз, сіз әділдікке мұқтажсыз, сіз болашағыңызды қамтамасыз етуге мұқтажсыз, сіз күйеуге мұқтажсыз. Яғни осының барлығына сіз әрбір есімін жеке айтып отырмай, сіз әрбір есімін біз жаттап алуымыз мүмкін емес та. Сіз сөзбен жаттап алғанның өзіне сіз әрбір есімін ұмытпай оған амал етіп оның мағынасын түсінбеуіңіз мүмкін. Бірақ сіз егер де осы Алла деген есімнің мағынасын біліп, я Алла дейтін болсаңыз, сіз ар жағында оның бүкіл 99 есіміндегі 98 есімін сіз қамтып тұрсыз дегенді көрсетеді екен да. Өйткені бұл Алла есімі, сіз Аллаға қандай да бір есімін қосып айтатын болсаңыз, ол есімдер Алла есімін толықтырушы болады екен. Алла есімін ашып беруші болады екен. Бірақ Алла деген есімнің ішіне бүкіл нәрсе айтылып кетеді екен. Сондықтан да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады, қандай да бір істі бисмилля деп бастайтын болсаңыздар, яғни Алланың атымен деп бастайтын болсаңыздар, онда ол істе міндетті түрде береке болады дейді. Мысалы, кімде-кім бисмилля деп тамақ ішетін болса, оған не істейді дейді, ол тамағы берекелі болады. Біз білеміз, тамақты бисмиллямен бастау ол сүннет. Кімде-кім бисмилля деп дәрет алатын болса, дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, оның бүкіл денесінен күнәлар төгіледі дейді. Қараңыздаршы, қандай береке. Ал егер ол бисмилляны айтуды ұмытып кететін болса дәрет алғанда, онда оның тек жуған жерлерінен ғана күнәсі төгіледі дейді. Бисмилля деп ұйықтайтын болсаңыз, сізге еш нәрсе зиян келтірмейді. Бисмилля деп далаға шығатын болсаңыз, сізге де ешқандай зиян келтірмейді екен. Тіпті бисмилля деп Алла тағаланың атын атап сіз тамақ ішкенде, үйге кіргенде, дәрет алған кезде, оның барлығы нені көрсетеді екен? Ешқандай жамандық сізге жолай алмайтындығына. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, кімде-кім бисмилля деп тамақ ішсе, оған шайтан жоламайды дейді. Кімде-кім бисмилля деп үйге кірсе, оған шайтан үйіне кірмейді дейді. Бисмилля деп далаға шықса, ол үйіне қайтып келгенше ешқандай зияндық көрмейді дейді. Көрдіңіздер ме? Алланың есімінің, жай ғана Алланың есімінің өзі бұл не екен? Бізге қорған екен, береке екен. Сонда сіз, мысалы, мен 99 есімін жаттауға шамам келмесе, немесе 99 есімнің мағынасын мен жаттай алмасам, сіз ең болмағанда осы я Алла деген есімін жаттап, естен шығармай әрбір ісімізде қолдануымыз қажет екен. Сонда біз
Алланың құдіретін сезінуіміз керек. Алла ұйықтамайды, Алла қалғымайды, Алла бәрін жаратушы, Алла бәрін бақылаушы. Енді сіз осы нәрселерді сезініп, намазға тұрып көріңізші. Сіз кімнің алдында тұрғаныңызды елестетіп көріңіз. Мысалы, егер де сіз бір құрметтейтін адамыңыз, ол бастығыңыз, немесе ұстазыңыз, немесе ата-анаңыздың алдында сіз мұрныңызды қасымайсыз, басыңызды қасымайсыз, дұрыс па? Қимылдап теріс қарамайсыз. Ал енді сол бастығыңызды жаратқан, сол ұстазыңызды жаратқан, сол ата-анаңыздан да қадірлі болған, сол ата-анаңыздан да құдіретті болған Алланың алдында онда біз қаншалықты сыпайы, қаншалықты бойсынған халде тұруымыз қажет болады екен. Біз осы нәрсені сезінуіміз керек. Намазда тұрғанда. Құран ол кімнің сөзі? Ол Алланың сөзі. Алла қандай? Ол сондай бәрін білуші, бәрін естуші, бәрін көруші. Көрдіңіздер ме? Қалған есімдерінің барлығы осы Алла есімінің мағынасын ашып беруші есімдер болып табылады екен. Яғни Алла біздің намаздарымызға мұқтаж емес, Алла біздің құлшылықтарымызға мұқтаж емес. Бірақ біз Аллаға мұқтажбыз. Біз осы мұқтаждықты сезініп барып құлшылықты жасаған кезде біз ол құлшылықтың дәмін сезетін болады екенбіз. Сондықтан ең бірінші құлшылық жасамастан бұрын, немесе құлшылыққа тұрардан бұрын, мысалы намаздың алдына тұратыннан бұрын ойланайықшы, Алла деген кім деген сұрақты ойланып барып құлшылыққа кірісуді әдетке айналдырайық. Сөзімізді қорытындылай келе, бисмилля сөзінің мағынасы, яғни Алланың атымен бастау деген сөз, Алланың Алла есімімен бастау деген сөз, ең бірінші ол біздің ісімізге береке кіргізетін есім екен. Әрбір ісімізге, мысалы бисмиллямен тамақ жесек, ол тамағымыз берекелі болады. Кез келген сіз бизнесіңізді, кез келген ісіңізді, кез келген еміңізді, мысалы дәрігер болсаңыз, мұғалім болсаңыз, сабақ түсіндіруіңізді бисмиллямен бастайтын болсаңыз, ол жерде мұғалім де, оқушы да білімді берекесімен бірге алатын болады екен. Екіншіден, бисмилля сөзі, яғни Алла есімі, бұл бізді шайтаннан қорғаушы. Яғни біздің тілмен айтқан кезде біз шайтанға блок қояды екенбіз. Ол біздің ісімізге араласа алмайды екен. Мысалы, бисмилля деп сіз есіңізді жабатын болсаңыз, онда ұры да сіздің үйіңізге түспейді. Яғни бисмилля арқылы біз бүкіл ісімізді Аллаға тапсыруды үйренеді екенбіз. Сонымен қатар бисмилля деп айту, бұл біздің ісіміздің Алла үшін жасалып жатқандығын өзімізге, есімізге салу болып табылады екен. Мысалы, сіз бір іске кіріскенде, Құран оқыған кезде бисмилляны айтпайтын болсаңыз, онда сіз ісіңіздің Алла үшін болып жатқандығын ұмытып кетуіңіз мүмкін. Ал сіз бисмиллях деп айтқан кезде, өзіңізге өзіңіз есіңізге саласыз. Мен бұл істі Алла үшін істеп жатырмын дегенді. Тіпті Құранның өзіне қарайтын болсақ, Алла тағала осы Алла есімімен бастайды екен. Бисмиллахир-рахманир-рахим деген кезде, Аллахым, осы Құраныңды өзіңнің атыңмен бастаймын деп біз бірінші осы Алланың Алла деген есімін атайды екенбіз. Бұл, яғни бізді кез келген жақсы жерге итеретін кілт секілді. Жақсылықтың кілті деп түсініңіздер. Тіпті бисмилля сөзі бұл бізді күнәдан сақтаушы болады. Неге? Сіз бір күнә жасайын деп жатқан кезде, үйреншікті аузыңызбен бисмилля деп айтқан кезде, бұл іс дұрыс емес қой деген нәрсені ол біздің есімізге түсіреді екен. Сонда бисмилля есімі бізді тек жақсылыққа шақырады. Яғни бисмиллях ол жетістіктің кілті болып табылады. Және де осы Алла тағала бисмир-рахман, бисмил-азиз деп атаған жоқ. Кез келген атымен біз Алла тағаланы бастасақ болады. Бірақ Алла өзі үйреткендей, пайғамбары үйреткендей, біз дәл осы Алла есімімен бастайды екенбіз. Сондықтан Алла тағала бекерден бекер Құран-ы кәрімді бізге бисмилля, Алла есімімен бастауды бұйырмағандығын көреді екенбіз.
Сондықтан бұл бисмилля сөзіндегі алла сөзінің, алла есімінің қаншалықты маңызды екендігін көрсетеді. алла тағала бізге өзінің көркем есімдерін жаттаған, оны түсінген, оны амал ететін, оған сенетін толық иманды құлдардан болуды нәсіп етсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.